Қазақстанда жеке практикамен айналысатын психологтар мен коучтердің нақты саны белгісіз. Себебі бірыңғай тіркеу немесе лицензиялау жүйесі жоқ. Психолог немесе коуч атауын мамандыққа сәйкес келмейтін, қысқа мерзімді курстан өткен адамдар да еркін қолдана алуда. Құпиялықты сақтау, клиентке зиян келтіру, эмоционалдық манипуляция жасау секілді теріс тәжірибелерге қатысты нақты жауапкершілік тетіктері белгіленбеген. Психологиялық және коучинг қызметінен түсетін кірістер бүгінгі таңда нақты есепке алынбайды. Себебі олардың көпшілігі жеке тұлға немесе жеке кәсіпкер ретінде тіркелмеген. Онлайн және офлайн кеңес берулер бейресми түрде жүргізіледі. Қолма-қол немесе мобильді төлемдер арқылы алынатын табыс жиі декларацияланбайды. Ал бұл өз кезегінде салықтық әділетсіздік пен көлеңкелі экономиканың ұлғаюына себеп. Осыған байланысты төмендегі нақты ұсыныстарды қарастыруды сұраймыз. Бірінші, психологиялық және коучингтік қызметтер туралы заң қабылдау, лицензиялау және кәсіби тіркеу тетігін енгізу, психолог, коуч атауларын тек тиісті білімі және кәсіби біліктілігі бар мамандар ғана қолдануға құқық беру. Екінші, психологтар мен коучтардың бірыңғай ұлттық реестрін құру, яғни әрбір тіркелген маманның аты жөні, білімі, лицензия нөмірі, сертификаттары көрсетілетін ашық электронды платформа жасау, сол арқылы қоғам мүшелерінің сенімді маманды таңдауына мүмкіндік беру. Үшінші, этикалық кодекс және құпиялықты сақтау талаптарын заңдастыру арқылы клиенттің жеке деректерін қорғау, ақпаратты рұқсатсыз жарияламау міндеттерін құқықтық жауапкершілікпен бекіту және этика бұзушылықтарына қатысты шағымдарды қарайтын тәуелсіз комиссия немесе психологиялық омбудсмен институтын енгізу. Төртінші, коучинг саласына қатысты ұлттық стандарттар енгізіп, коучинг қызметін жеке кәсіби бағыт ретінде тану және отандық сертификациялау жүйесін енгізу керек. Сонымен қатар медициналық немесе психологиялық кеңес берумен шектесетін коучинг түрлеріне рұқсат беру шектерін заңмен белгілеу. Осы орайда аталған ұсыныстарды қарастыру кезінде отбасы институтын қорғау, бала құқығын сақтау және азаматтардың қаржылық қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында нақты реттеу, бақылау және алдын ала шараларын қолға алу аса өзекті. Халықтың ментальдық саулығын қорғау мемлекет үшін стратегиялық маңызды бағыт. Құрметті Олжас Абайұлы, осыған орай жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, осы мәселені жан-жақты зерделеп, оның шешілуіне ықпал етуіңізді және заңмен белгіленген уақытта толық жазбаша жауап беруіңізді сұраймыз.